Ассаламу алейкум достар. Бүгін сіздермен өте дәмді кешкі ас әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: бірінші етімізді алып турап алдық. Енді пиязымызды турайтын боламыз. Біз пиязымызды ұсақтап 4 бұрышты қылып турайтын боламыз. Неге пиязымызды, сәбізімізді, картофелімізді аршып дайындап алдық. Енді барлығын бір келге етіп 4 бұрышты қылып ұсақтап тураймыз. Неге енді картофелімізді да солай 4 бұрышты қылып тураймыз. Неге енді перецімізді алып тураймыз. Міне енді майымызды қыздырып алып барлығын қуыратын боламыз. Міне шетінен салып біз етімізді, пиязымызды, сәбізімізді және картофелімізді алып қуырып жатырмыз. Неге жақсылап қуырып аламыз. Томатымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Сөйтіп жақсылап қуырып аламыз. Енді үстіне су құямыз. Суды біз картофеліміздің бетіне дейін құйдық. Міне өте көп құймаймыз. Бұл өзінің буында піседі. Сол үшін неге картофелімізға дейін суымызды құйып, бетін жауып қоямыз. Өзінің буында пісу керек. Енді міне нанымызды жаямыз. Нанымызды алып, үлкейтіп, оқтаумен жақсылап жайып аламыз. Нанымыз өте жұқа болған жақсы. Өйткені ораған кезде аралар пісу қажет. Мінекей біз өте жұқа қылып жайып алдық. Енді үстіне сұйық майды жағып шығамыз бір келгі қылып. Барлық жеріне сұйық майды жағамыз. Енді сұйық майды жағып болғаннан үстіне мен укроп септім. Сіздер сепсеңіздер де сеппесеңіздер де болады. Сөйтіп бір келге етіп орап аламыз. Енді осы дайын болған нанымызды алып, қайнап тұрған қазанымыздың бетіне саламыз. Енді бетін жауып қоямыз, өзінің буында піседі 35-40 минутта. Мінекей біздің тамағымыз дайын. Сіздер де үйде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар.